Ассалаумағалейкум қазақ елі. Кәсе өкілдік тізіміне кіретін компаниялардың 2023 жылға есеп беру маусымы осымен аяқталды. Енді акционерлердің жылдық жиналыстарының кезеңі басталады. Онда дивидендтік төлемдер мөлшері түпкілікті түрде анықталады. Бүгінгі видеода осы қазақстандық компаниялардың қайсысы дивиденд төлейді және қандай мөлшерде төлеуі мүмкін деген әңгіме болады. Менің есімім Олжас. Инвестказ каналына қош келдіңіздер. Бұл каналда өзімнің білген, үйренген ақпараттарымды естіп, жинақтаған ақпараттарымды сіздермен бірге бөлісіп отыруға ұнадым. Қаржы сарапшылары атап айтқандай, биыл ерекше тосын сыйлар болмау мүмкін, болмау керек. Бұрын дивиденд төлеген кәсе өкілдік тізімдегі компаниялардың биыл да төлеу ықтималдығы жоғары. Ағымдағы жылдың ақпан айында кәсе және AXT және Лондон қор биржасына жаңадан шыққан IPO жасаған Air Astana компаниясы жақын арада дивиденд төлем жасамайтынын алдын ала айтқан болатын. Яғни біз Air Astanаны бірден тізімнен алып тастаймыз. Сонымен қатар Центркредит банкі өзінің кәседе орналастырылған бастап алғаш рет төлем мүмкіндігі жоққа шығармады. Бірақ әзірше бұны растайтын ақпаратта жоқ. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы 26 сәуірге жоспарланған. Сол жиналыста дивидендтер төлеу немесе төлемеу туралы шешім қабылданды. Сонымен қатар Қазақстандағы Kcell ұялы байланыс операторы 2022 жылдың қорытындысы бойынша дивидендтер төлемеген. Компания 2023 жылғы Қазақстан Республикасындағы 5-ші буынды, яғни 5G ұялы байланысын енгізіп жатыр, оны дамытып жатыр. Соған байланысты қаражат көп кетіп жатыр, өздеріңіз білетіндей. Сондықтан биыл да Kcell компаниясы дивиденд төлемеуі мүмкін. Ал қалған 7 эмитент өз акционерлеріне үнемі төлемдер жасап отырған болатын. Нарықта саудаланатын барлық телекомпаниялар өз есептерін жариялады. Оларды орташа позитивті деп атауға болады. Сарапшылардың дивидендтер мөлшері бойынша көбеюі мүмкін дейді Казатомпром, Казтрансойл және Халық банктен күтуі мүмкін деген хабарлама айтып жатыр. Естеріңізге сала кетейік, Freedom Broker сарапшылары Казатомпром компаниясының 2023 жылға арналған дивидендтік төлемінің 2022 жылға қарағанда қорытындысына байланысты 775 теңге былтыр алған болсақ, биыл одан да жоғары болуы мүмкін деген болжам жасайды. Бұны біз нақтырақ компанияның жылдық жиналысы 25 сәуірде өткен кезде білетін боламыз. Ал Каспи акциялары болатын болса, олар өткен квартал бойынша бір акцияға 850 теңге төлеген. Бұл 2023 жылғы соңғы төлем болады. Оны биыл жақында төледі. Естеріңізге сала кетейін, Каспи акциялары жылына 4 рет төлем жасайтын Қазақстандағы жалғыз компания. Компанияның жылдық жиналысы 8 сәуірде өтті. Жиналыс нәтижесіне сәйкес 5 сәуірден бастап дивидендтер 850 теңгеден бастап төленді. Казтрансойл болжам бойынша бір қағазға қазір жоспар қойып отыр 65 теңгеден дивиденд төлеуі мүмкін деген. Былтыр маусым айының 39 теңге төлеген болатын. Енді жиналыс осы жылғы мамыр айында болады. Қазмұнайгаз болса, бір жыл бұрын бір акцияға 491 теңге төлеген болса, биыл пайданың жалпы төмендеуіне қарамастан акцияға кемінде 620 теңге көлемінде рекордтық дивиденд төлеуі мүмкін деген хабарлама айтып жатыр. Компанияның жылдық жиналысын күту керек. Кигок компаниясының жылдық жиналысы 2 мамырда өтеді. 2022 жылда Кигок компаниясы 77 теңгеден төлеген болатын. Биылғы дивидендтердің көлемі анағұрлым жоғары болуы мүмкін деген қауесетте бар. Қазақтелеком компаниясы жылдық жиналысты 30 сәуірге өткізуді жоспарлап отыр. Жиналыстың күн тәртібінде материалдардың бірінде 20 сәуірден кейін ғана қолжетімді болады. Алдыңғы дивидендтер мөлшері бір акцияға 3038 теңге құраған болатын. Жаңалықтар жиі қарап отыру керек. 2023 жылы Халық банкінің таза пайдасының шамамен 22%-ға өскен болатын. Сондықтан 2022 жылдың қорытындысы бойынша акцияға шаққанда
рекордтық 25 теңге 38 теңгемен төлегенге қарағанда салыстырғанда жоғары төлемдер күту орынды болады. Халық банкі 23 жылға пайданың кемінде 40%-ын мөлшерінде дивидендтер төлеуге мүмкіндігін қарастырып жатыр. Бұл бір акцияға 25 теңге 43 теңге шамасында болуы мүмкін. 25 теңге 43 теңге шамасында. Дивиденд мөлшері қай кезде нақты 25 сәуірде өтетін жалпы жиналыс кезінде болады. Алайда компания тағы да бұл таза пайданың 40%-ы ғана деп айтылды қой жаңағыда. Соның қалған 10%-ын 24 жылдың екінші жартысында қайтадан екінші рет дивиденд ретінде төлеуі мүмкін. Сонда бұның барлығын қосқан кезде 2023 жыл үшін біз 31 теңге 75 тиын шамасында дивиденд алуымыз мүмкін. Жиналыс мамыр айының соңында болады, ал төлем 3 маусымнан бастап жоспарлануы мүмкін. Енді сол дивидендтерден құр қалмас үшін және дивидендік гэп басталмай тұрып, дивиденд осы акцияларды алдын ала сатып алған абзал. Себебі дивидендтің уақыты менен және оның мөлшері анықталған уақыттан бастап олардың бағалары көбіне тез өсетін болады. Егер осы видео ұнаса, лайк басып, подписка жасап, қоңырауды басып сұраймын. Себебі солай қазақша контенттің көбеюіне және өз отандастарымызға финанстық сауаттылықты дәріптеуге мүмкіндік пайда болады.